Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен Ахмет Кезет. Және бүгінгі видеода біздер топ 5 бірге ойнайтын хоррорларды көрсетеміз. Ал ендеше видео бастамастан бұрын каналға лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. 5-ші орында Friday Night мультиплеер Survival Horror Game кіреді. Бұл ойын Қаншер Джексон деп аталады қазақша. Бұл ойынды мен ойнадым, бірақ жаман қорқынышты. Себебі мына жерде 18+ деп жазылған. 18 жасқа толған адамдар ғана ойнай алады. Оны 1 миллион адам тартқан және ютубтың 3/6 жұлдызын алған. Бұл ойынды тартып ойнаңыздар, бірақ телефондарыңыз көтере алған кезде ғана ойнаңыздар, себебі телефондарыңыздың арт жағы қызып кетеді. Сол кезде телефондарыңыз бұзылып істемей қалуы мүмкін. Сол үшін көтеретін телефондарға арналған топ 5-тегі хоррор ойындардың біріне кіреді. 4-ші орында Horror Show онлайн хоррор. Бұл ойын маған өте ұнады, себебі бұда достарыңмен бірге ойнай аласың. Бұл жерде сен өзің де зұлым бола аласың, оларды қуа аласың, нағыз қызыққа батасың. Бұл ойынды 1 миллион адам тартқан және Play Market'тің 4/6 жұлдызын алған 156 мегабайттық хоррор ойын. Тартыңыздар, ойнаңыздар, көріңіздер. Топ 3-тегі ойынға Horror Hunt Horror Online деген ойын кіреді. Бұл ойын 12+ ойын, аса қорқынышты емес. Бұны 1 миллион адам тартты және Play Market'тің 4/1 жұлдызына иеленген. Бұл 190 мегабайттық ойын, бірақ бұл мегабайты көп болса да ойын өте қызық, себебі бұл командовый экшендері бар ойын. Бұл ойынды көбісі 5 жұлдыз берген. Қызықты деп өздеріңіз қарасаңыздар болады комментарийін. Ал мен топ 2-ге кеттім. Топ 2 Bigfoot Hunter Simulator онлайн. Бұл ойын өте қызықты. Сіздер орманда пайда боласыздар. Достарыңызбен бірге алау жағасыздар, тіршілік етесіздер. Және де сіздерге бір қиыншылық бар. Ол Бигфут сіздерге күн бермейді. Оны өлтірулеріңіз керек. Әрине, табасыздар, выживать етесіздер. Бұны 1 миллион адам тартқан 16+ ойын. Қорықпауларыңызға болады. 101 мегабайт және Play Market'тің 3/4 жұлдызын алған ойын. Бұл ойын өте қызық. Күн, түн, аюлармен, аңдармен шайқасу және де Бигфутпен кездесу. Сол сияқты өздеріңізде ойнап, бағасын беріп кетіңіздер. Ал достар, біз 1-ші орынға жеттік. Бұл әрине мен алдыңғы видеомда айтып кеткен Spaceman Zero онлайн ужас. Бұл ойын маған өте қатты ұнады, себебі бұл ойын өте қорқынышты. Бұл ойынның обновлениясы жаңадан шықты. Ойнап тартып көрсеңіздер болады. Бұнда фонарик, камера бәрі бар. Және де бұл жерде жүре алмайтын слиз және аяғы бар өлмекші сияқты бір бәле жүреді. 6-ші камераға барып ойнап көріңіздер. Және де даладағы немесі де бар. Бірақ оны ақшаларыңыз бар болса, ақша салып осы жерді сатып алуға болады. Және де бұл жерде көптеген 3 автомат бар. Пистолет, дробовик және талдырғыш дейді ғой, андай дротик па, сондай бар. Ол мылтық басына бір бергенде өлтіреді. Мен өзім достарыммен бірге талай рет ойнадым. Енді осыны видеоға түсіріп, достарыммен бір ойнап көрсем ба деп едім. Сіздер бірақ ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетулеріңіз керек. Сол үшін де сіздерден лайк пен подписаться ғана күтемін. Ал достар, біздер біттік топ ойындарды. Сіз қандай хоррор ойындарды білесіз? Комментарийға жазып кетіңіздер. Және де King деген арнаға тіркеліп кетіңіздер. Мен оны жақсы көретін ютуберім. Мен оны күнде көремін, әр видеосын үзбей көрем. Ал сол балаға тіркеліп кетіңіздер. Мен артынан Ахмет Кезеттен келдім деп. Ал ендеше сау болыңыздар.